Достар, сендермен әдеттегідей мен Ердан Канаев және де Ернат, Аслан, Нұржан. Короче, бүгін көп болып тұрық. Не үшін көп болып тұр десеңіздер, біз бүгін Among Us шын өмірде түсіретін боламыз. Сіздер күттіңіздер деп ойлаймын бұл видеоны. Бұл ютубта прям жарып атқан видео, и бізде де тоже каналда жарат деген ойдамын. Біз қаяқта түсіретінімізді білесіздер ме? Көріп тұрғандарыңыздай госпиталь просто әдемі табиғаты. Among Us'ты не екенін білмейтін болсаңыздар, негізі көбі біледі уже ол не екенін, мафияға ұқсайтын ойын екенін. Сондай болса да сіздерге қазір кішігірім ғана түсіндіріп өтемін. Бәріміз жөндеу керек шақта боламыз. Командада 4 адам болады. Үшеуі кәдімгі жақсы адам, біреуі сатқан. Жай адамдардың міндеті тапсырманың бәрін орындап шақты жөндеп ұшып кету. Ал сатқанның міндеті сол тапсырманы орындатқызбай шетіне бәрін қатып тастау. Егер сатқан біреуді өлтіріп тастаса, сол өлген адам жерде қозғалмай жатады. Оны басқалары тауып алғанша хабарламағанша жата береді. Хабар берілген соң тірі қалғанның бәрі бір жерге жиналып талқылайды. Және дауыс беріп бір адамды шығарады. Бірақ шығару міндет емес, жай ғана тарап кетсе де болады. Тек өлгенде ғана хабарламай, бұлайда қызыл кнопканы басып хабарлауға болады. Ал ойыншыларға сәттілік. Короче, достар, сіздер білесіздер, кім предатель екен, ал кім мирный екенін. Енді каждыйымыз міне задание алдық. Қазір осы госпитальдің ішіне полный барлық жер орындарына қойдық. Енді қазір сол тапсырмаларды орындайтын боламыз. Енді бұл жерде тұрып бұлар предатель алып орындап атқанда чпок кеткізбесе, қайсы екен, интересно болып отыр, интересно. Енді дайындалыңдар, 1, 2, 3 басталды. Менде қазір 6-7 тапсырма. Және ол примерно 2-3 этаждарда орналасқан. Сол жаққа барамыз. Мияға бірінші тапсырма түсті. Қазір бара жатыр. Қазір өтірген дұрыс па? Жан-жақты көріп алу керек маған. Тапсырма орындаңдар бол. Так. Астыңғы жақта Аслан мен Ернат бірге жүр. Значит, мен мынаумен бірге жүрмін. Олар мынаумен жүргенімді көрген жоқ. Значит, қазір Нұржан да бар. Сірі алсын, басы алсалсын, мен чупок еткізумен болады. Не болды? Жай. Тапсырма орындауға келген ғой. Предатель емессің ба сен? Точно? Предатель. Өлтірдісің, енді тез қашу керек. Менде 2-3 задание. Мен соны орындауға бірінші этажға кеттім. Ал енді біреу шпок етіп өлтіріп кетіп жүрмесе болды. 3 задание вақытта. Екінші этажда тапсырмалар жоқ екен. Үшінші этажда мына жердегі тапсырмаға келді. Сәлем, құрметті пациенттерім. Сіздерді өзімен таныстырып қояйын. Мен профессор Ердана Мырзамын. Сіздер енді бұл профессор неге бұл жерде пайда болды деп ойлайсыздар ғой? Бұл профессор без подписки көріп атқандардың ауруын айтпақшы. Бізде бір пациент келді. Бұл пациенттің мысалы қолы өте жадный болып келеді, және де өте еріншек болып кеткен. Ал енді сондай қолдарыңыз жадный әрі еріншек болмас үшін білесіздер, сіздер де емін білесіздер. Астында подписация болып тұрса, басып кетеміз, серия қыламыз. Сонда сіздердің қолдарыңызда еріншек емес, жадный болмайтын болады. Ал енді видеоны ары қарай тамашалай беріңіздер. Мен 3 этажда тапсырма орындап жүрдім. 3 этажда? Иә. Нұржан 3 этажда өлтірді емес пе? Случайно сен емессің ба? Ладно, не болса да тез өлтіріп тастады ол адам. Ол адам өте тез өлтіріп тастады, өйткені ешқайсымыз тапсырма орындап үлгерген жоқпыз. Үлгердің бе сен? Үлгерген жоқ. Сен үлгермеген шығарсың. Короче, кім болса да тапсырманы үлгерткізбейтінде баса салысымен чупок еткізді. Нұржанға, конечно, жалко, но
қазір шығарамыз ба или скип па? Мен кәшше нақты білмеймін, бірақ скип. Ладно, скип. Асланды немесе Ернатты Асланды, Ернатты Асланды. Мен де скип деп ойлаймын. Сен ше Ернат? Бұл скип деп ойласады екен. Біз де скип. Енді амал жоқ. Ну ладно, ал сәттілік бәріңе. Жиналыс, скип болды. Қайта менен күмәнданған ешкім жоқты, но бірақ Аслан маған біраз бүйтіп қарап тұрды. Что-то Аслан апасына сияқты. Ну ладно, пока что оларды өлтірмей қоя тұрайын, типа үміттендіріп, потом барып уже жайлап біреуін чпок өткізем и все, ұмытам. В общем, достар, мен Ерданадан күдіктеніп тұрмын. Что-то бізде де Амангас ойнаған кезде сол предатель көп болатын. Сол, по-моему, предатель сияқты. Бәрінен қараңдар. Мына задание кім біледі? О, үшінші задание. Опа, мына задание кім біледі? Егер Амангас ойнайтын болсаңдар, комментария жазып кетіңдер. Мына задание білу керексіңдер. Мен соңғы заданиямды орындауға келе жатырмын. Қазір. Ох, ана камера ғой. В общем, ол заданиям наиқта болу керек. Не деп ойлайсыңдар? Комментке жазып кетіңдер. Жазып кетіңдер. 3-ке дейін санайық. 1, 2, 3. Бұл біздің бақылау камерамыз. Ох, бұл задание. Қателеспесем, мынадан жасыл жану керек, мен басам. Мен заданиям бітті, енді басқа балаларда бақылап жүр. Так, заданияларды іздейміз. Мен заданияларым. Потом 10 секундтың ішінде тез құрап болу керексің. Түсінікті ма? Мен орындап болдым, енді 9 задаяға кетеміз. Мен балаларды андамайтын болып шықтым, жиналып жетке барып отыра берем. Достар, мен жай бақылау жүргізем. Кірістірма. Ернат қой бұл. Так, бақылау керек, не істеп жатқан. Егер қазір мені ұстап алып, айтса, типа, сен не үшін оның арт жағынан бақылап жүрсің десе, мен оған сразу айтам. Мен предатель сразу іздеп жүрмін деген сияқты болады. Білмей қалады мен. Ең соңғы заданиям қалды. Міне мына суды қазір екеуін теп-теңдей қылып құйып жүремін. Заданиям орындауға кішкене ғана қалып еді. Блин, менде соңғы задание қалған вообще-то. Менікі бітті негізі заданиялар бәрі. Сен не жаздың? Менікі де біткен почти бір. Бәрі бітті ма? Бәрі. Ал сонымен Аслан не үшін шақырдың? Егер біреуімізді өлтірсе, бәрі ойын жеңіп кетеді, предатель жеңіп кетеді. Сондықтан қазір біреу голос жинап, біреуіміз таңдайық. Біреуіміз таңдайық дейсің ба? Иә. Мен негізінен шынымды айтайын, мен 2-ші этажда тапсырма орындап жүрдім. Жол бойы Ернатты көрдім мен. 2-ші этажда. Ал мен сені көрмедім. Ал сен Ернат. Асланды көрмедім. Сен де Асланды көрмедің. Так, ойлану керек. Ердана, мен сені артынан өтіп бара жатқанда көрдім, бірақ Асланды көрмедім. Мен 3-ші этажда болдым. Сізді көрмедім. Білмеймін, менде де 3-ші этажға көтерілгенде бұл болмады. Что-то екеуміздің ойымыз бір болып тұр, по идее. Иә. Аслан, сен қалай ойлайсың? Мен ба? Мен мысалға Ернатты көрдім 2-ші этажда. Өзіме шығып бара жатқан кезде задание бірден кестеу үшін келіп жүрді. Мен бірақ Ердананы байқамадым. Мен мына Ернат жақта жүрдім бір. Ернат жақта? Білмеймін, Ернатты көрдім, бірақ сені. Ал мен сенде ойлап тұрмын. Ну ладно, қазір біз голосованияны былай бетке айтпай қояйық, каждыйымыз бір-бірден
камераға барып айтамыз. В общем, достар, мен Ерданадан күдіктеніп тұрмын, өйткені мен екінші этажда жүрген кезде Ердананы байқамадым. Ернатты ғана байқадым. Сондықтан мен Ерданаға голос беремін. Білесіздер ма, мен ойланбастан сразу Асланға берем голосты. Ал енді білесіздер, мен предатель екен. Примерно Ернат міндетті түрде Асланға беру керек, өйткені ол соны көрген жоқ, соған береді. Ал енді Аслан менің күдіктеніп тұр, оныкі дұрыс. Но мен де маған беріп жіберуі мүмкін. Ну ладно, екеуі бірде бір болып тұр. Мен Асланға берем точносы. Все болды. Короче, достар, біздің Among Us осылай аяқталды. Енді қызық болды ма сендерге? Неожиданно болып қалды, предатель. Ай-ай-ай. Егер сіздер екінші частьте қаласаңыздар, онда сіздер осы видеоға лайк жинап кетіңіздер. Егер тез жинасаңыздар, тез шығарамыз. Егер асықпай жинасаңыздар, көреміз ойланып. Сіздермен болған мен Ердан Канаев және де Аслан, Нұржан, Ернат. Келесі видеода кездескенше давайте.